Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді әрі ерекше, тіптен аузыңызға салса еритін керемет пирогтың рецебімен бөлісемін. Өте дәмді пирогты сіздер де менімен бірге жасап көріңіздер, сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Алдымен бізге жұмыртқа қажет болады. Кішкене қазаныма бір жұмыртқаны жарып қостым және оның үстінен қант қосамын. Қантты қосып миксермен жақсылап осылай араластырып аламын. Араластыра келе біздің қантымыз еріп, осындай сұйық массаға айнала бастайды. Одан соң үстінен сүтті қосамыз. Мен бөлме температурасындағы тұрған жылы сүтті пайдаландым. Кішкене араластырып болғаннан кейін үстінен крахмалды қосамыз. Мендегі жүгері крахмалын қосып жатырмын. Егер сіздерде жүгері крахмалы болмай қалған жағдайда жай ұнды да пайдалансаңыздар болады. Мен 2 ас қасық картоп крахмалын қостым. Енді газ отымызға қойып, газдың астын орташа етіп қоямыз да осылай үздіксіз қозғап отырамыз. Егер қозғалмай қалатын болса, онда біздің қазанымыздың түбіне жабысып қалатын болады. Сондықтан үздіксіз қозғап отырдым. Міне қозғай келе біздің креміміз кішкене бұрқылдап қайнай бастайды. Кішкене қоюлана бастады. 5-7 минут шамасында біздің креміміз дайын болып шығады. Достар, қажетті заттардың құрамы мен мөлшерін описание бөліміне жазып қалдырдым. Осы видеоның атауының үстін басатын болсаңыздар, сіздерге описание бөлімі ашылатын болады. Сол жерге қарап жасай берсеңіздер болады. Креміміз суып қалмай жатып, ең соңында сары майды қосамыз. Және тағы бір араластырып, бір массаға келтіріп аламыз. Міне біздің сары майымыз еріп шықты. Бізде осындай өте қою, қаймақ секілді масса дайын болып шықты. Тестасын дайындап алғанша кремді бетін жауып осы қалпында қоя тұрамыз. Бисквитін дайындау үшін бізге жұмыртқа қажет болады. Мен 4 жұмыртқаны жарып дайындап алдым. Осының үстінен қантты қосамын. Қантымызды қосып, жақсылап миксермен араластырып аламыз. Миксерді баяу жылдамдықтан бастап, жылдамдығын жайлап көбейте бастаймыз. Міне бір миксерлеп алғаннан кейін үстінен сүтті қосамыз. Мен бөлме температурасындағы тұрған жылы сүтті қостым. Оның үстінен сұйық майды қостым, яғни тамаққа қосатын кез келген иісі жоқ, дәмі жоқ майлар жарай береді. Сұйық майды қосып, тағы бір барлығын араластырып алдым. Енді үстінен еліктен өткізіп, ұн мен какаоны қосамын. Ұнның үстінен 2 ас қасық толы какао қостым. Енді жақсылап араластырып, оның үстінен 1 шай қасық қамыр қопсытқышты қосып, барлығын бір келкетіп араластырып аламын да, еліктен өткізіп қосамын. Достар, бұл жерде барлығын видеода көріп тұрғандарыңыздай еліктен өткізіп қосу қажет. Сол кезде сіздің бисквитіңіз өте әдемі көтеріліп шығады. Барлығын еліктен өткізіп алғаннан кейін ең бірінші үлкен ас қасықпен жақсылап араластырып алдым. Одан соң барып қана миксерді пайдаланамыз. Сол кезде біздің ұнымыз шашырамай, жақсы араласып шығатын болады. Міне менде осындай қоюлау, әдемі масса дайын болып шықты. Енді осыны табаға жайғастырамыз. Табаның астына міндетті түрде пергамент қағазын немесе фольга төсесеңіздер болады. Сол кезде пирогтарыңыз өте тез алынады. Мен фольганы астына төсеп алдым. Мен диаметрі 26 сантиметрлік табаны пайдаланып жатырмын. Енді жаңағы дайын тұрған кремімізді осының ортасына видеода көріп тұрғандарыңыздай салып аламыз. Бұл пирог креммен өте ерекше болып шығады. Мінекей кремнің барлығын ортасына салып алдық. Енді 170-180 градуста ысып тұрған пеште 40-45 минут шамасында пісіріп аламыз. Пісіп шыққаннан кейін біздің пирогымыз осылай әдемі болып көтеріліп шығады. Енді 2 сағат бөлме температурасында пирогымызды суытып аламыз. Суытып болғаннан кейін барып қана формадан шешіп аламыз. Бетін өздеріңіздің қалауларыңызға қарай әртүрлі етіп сәндесеңіздер болады. Мен шоколадты ерітіп алып, видеодағыдай жан-жағына жағып шықтым. Бетіне кокос ұнтағын сеуіп алдым. Осымен біздің өте әдемі, дәмді әрі жұп-жұмсақ пирогымыз дайын болып шықты.
Достар, сіздерге егер видео рецепт ұнаған болса, подписаться батырмасын басып, каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Алдағы уақытта сіздермен көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет.